Сәлем достар, бүгін 71-ші сабақ элементтерінің саны бірдей, жиындардың бірігуі. Көбейту амалымен танысамыз. Бүгін бірінші практикалық жұмыс жиындардың бірігуі. Үстелдің сол жағында екі дөңгелек пен екі тік төрт бұрыш жатыр. Үстелдің оң жағында екі үшбұрыш пен екі шаршы жатыр. Төмендегі нұсқаулық бойынша орында. Екі дөңгелекті үстелдің ортасына қарай қой, қалған фигураларды осылайша екі-екіден қоюды әрі қарай жалғастыр. Екі-екіден се неше рет қойдың. Жоғарыда орындаған әрекетіңді санды өрнек түрінде жаз, оның мәнін тап дейді. Сонда мінекей қараңыздар, екі дөңгелекті үстелдің ортасына қарай қойды. Қалған фигураларды осылайша екі-екіден қоюды әрі қарай жалғастыр дейді. Екі дөңгелекті қоямыз, екі тік төрт бұрышты қоямыз, екі үш бұрышты, екі шаршыны қойып, осылай қойып шығамыз. Екі-екіден сен неше рет қойдың, жоғарыда орындаған әрекетін санды өрнек түрінде жаз, мәнін тап дейді. Біз екі-екіден неше рет қойдық? Біз төрт рет қойдық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Санды өрнек түрінде жазатын болсақ, екі қосу екі тең 8. Енді осы жерде қараңыздар. Мына біз қосу 2 деп жаздық қой, 2-ні 4 рет қосып шықтық. Оны осылай ықшамдап 2 көбейту 4 тең 8 деп алсақ болады. Яғни біз мына 2-ні неше рет қосып тұрмыз? Біреу, екеу, үшеу, төртеу. 4 рет қосып тұрмыз. Сондықтан 2-ні 4-ке көбейттік. Егерде біз 2-ні 5 рет қосатын болсақ, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу деп алсақ, онда 2 көбейту 5 дейміз. 2-ні 3 рет қосатын болсақ, біреу, екеу, үшеу, 3 рет қосатын болсақ, 2 көбейту 3 дейміз. Мінекей мына астына ереже қылып жазып кетіпті. Бірдей қосылғыштардың қосындысын көбейту амалмен алмастыруға болады. Яғни 2 қосу 2 тең 8 теңдігін мынада теңдік түрінде ықшамдап жазуға болады. 2 көбейту 4 тең 8. Мына ортадағы нүкте ол көбейту амалының таңбасы. Яғни 2 көбейту 4 тең 8 теңдігін былай оқимыз. 2-ден 4 рет алғанда 8 шығады. Немесе 2-ні 4-ке көбейтсек 8 шығады. Түсінікті ма достар? Әрі қарай есептерді шығарамыз. Тағы да түсінікті болады. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қойыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Келесі тапсырма суреттерге қара, алдымен қосу амалмен, содан соң көбейту амалмен теңдіктер құр дейді. Мына бізде бірінші жиында үш бұрыштар жиыны, дөңгелектер, шаршылар жиыны тұр. Енді осыны қосу амалмен сұрап тұр. Барлығы қанша элемент, яғни барлығын қосамыз. 3 бұрыш бар, 3 дөңгелек бар, 3 шаршы бар. Сонда бұның барлығы 9 элемент бар. Көбейтумен алмастырсақ, біз 3-ті неше рет қосып тұрмыз? Біреу, екеу, үшеу, 3 рет қосып тұрмыз демек, 3-ті 3-ке көбейтеміз. Сонда бізде 9 шығады. Келесі, мына біреуде 4 қаламсақ, бір жиында екіншісінде 4 қарындаш, одан кейін 4 фломастер. Осы барлығы неше элемент бар дейді, яғни барлығын қосамыз. 4 қаламсапты, 4 қарандашты, 4 фломастерді қоссақ 12 шығады. Енді қараңыздар, біз мына 4-ті неше рет қосып тұрмыз? Біреу, екеу, үшеу, 3 рет қосып тұрмыз. Демек, 4 көбейту 3 деп жазамыз. 4 көбейту 3 тең 12-ге. Екінші тапсырма осылай орындалады. Достар, түсінікті ғой, көбейту. Мысалы, 4-ті біз 2 рет қоссақ, 4-ті 2-ге көбейтеміз. 5 рет қоссақ, 5-ге көбейтеміз. Әрі қарай есептерді шығарайық. Сол кезде тағы да түсінесіздер. Бос түркөздерге тиісті сандарды қой дейді. Яғни мына 5 теңгелік. 5 қосу 5 неше шығады бізде? Неке? 5-ке 5-ті қоссақ 10, 10-ға 5-ті қоссақ 15, оған 5-ті қоссақ 20, оған 5-ті қоссақ 25. Енді көбейту түрінде орындасақ, 5-ті неше рет қосып тұрмыз? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 5 рет. Демек, 5-ті 5-ке көбейтеміз, сонда 25. Мына төр көзінің орнында, мына біріншісінде 25 деп жазамыз. Мынаған 5 көбейту 5 тең 25. Мінекей, осылай орындалады. Келесі тапсырма мінекей 100 қосу 100 неше шығады? 100-ге 100-ді қоссақ
100-ге 100-ді қоссақ 200, оған 100-ді қоссақ 300 теңге. Енді 100-ді біз неше рет қосып тұрмыз? 1, 2, 3 рет демек, 100-ді 3-ке көбейтеміз, сонда жауабы 300. Яғни мына жердегі тор көзге 300-ді жазамыз. Мына жерге бірінші тор көзге 100, одан кейін мынаған 3, мынаған 300 деп жазамыз. Түсінікті ма? Міне сіздерге тағы да мінеке көрсем. Мінеке үшінші тапсырма, міне. 100 қосу 100 қосу 100 тең 300, астына 100 көбейту 3 тең 300 теңге. Үшінші тапсырманы орындалу осылай достар. Төртінші есепті шығар. 3 сөренің әрқайсысында 4 топтан бар. Сөрелерде барлығы неше топтан бар? 3 сөренің әрқайсысында дейді. Яғни бұл жерде 3 сөренің әрқайсысында 4 топтан бар деген сөз. Ол бірінші сөреде 4 топ бар, екінші сөреде 4 топ бар, үшінші сөреде 4 топ бар. Енді барлығын табу керек. Барлығын табу үшін мына 3 сөредегі топтарды қосамыз. Яғни 4 қосу 4 қосу 4. Үшеудің қоссақ бізде жауабы 12 шығады. Бұл қосынды түрінде. Енді көбейту түрінде жазатын болса, біз 4-ті неше рет қосып тұрмыз? 1, 2, 3 рет. 3 рет демек, 4 көбейту 3 тең 12 деп жазамыз. Жауабы барлығы, сонда 12 доп бар. 5-ші тапсырма өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді. Мінеке 80 азайту 35 қосу 18 бізде 63-ке тең. 80 азайту 35 қосу 41 бізде 86-ға тең. 49 азайту 35 қосу 18 32-ге тең. 49 азайту 35 қосу 41 55-ге тең. Келесі бағанда 35 қосу 25 азайту 46 14-ге тең. 35 қосу 25 азайту 14 46-ға тең. 74 қосу 25 азайту 46 53-ке тең. 74 қосу 25 азайту 14 85-ке тең. 5-ші есеп бізде осылай. Тапсырма азайту амалымен шығарылатын теңдеулерді көшіріп жаз және оларды шеш дейді. Бірінші бізде x қосу 14 тең 26-ға тең. X қосу 14 тең 26. X-ті табу үшін бізде 26-дан 14-ті азайтамыз. Қосу деп жазырпын байқамаймын. 26-дан 14 азайтамыз. Сонда x тең 12-ге тең. Тексеретін болсақ 12 қосу 14 тең 26, 26 тең 26-ға. Енді қараңыздар, азайту амалымен шығаратын теңдеулерді көшіріп жаз дейді. Біз есепті қалай тауып тұрмыз? Есепті табу үшін біз азайту амалын қолданып тұрмыз. Яғни 26-дан 14-ті азайтып тұрмыз. Демек, осы бірінші теңдеуге көшіріп жазамыз. Осы дұрыс. Екіншісі, x азайту 35 тең 24. X азайту 35 тең 24. X-ті табу үшін 24-ке 35-ті қосамыз. Бұл азайту амалымен шығарып тұрған жоқ, қосу амалымен шығарып тұр. Демек, бұл теңдеуді жазбаймыз. Келесі 57 азайту x тең 47-ге. X табу үшін біз 57-тен 47-ні азайтамыз. X тең 10-ға, тексеретін болсақ 57 азайту 10 тең 47, 47 мен 47 тең еседі. Бұл жерде X-ті табу үшін біз 57-де 47-ні азайттық, демек азайту амалын қолданды. Сонда осыны көшіріп жазамыз. Яғни 6-шы есепте біз бірінші және үшінші теңдеуді көшіріп жазамыз. Екіншіні көшірудің қажет жоқ, себебі бұл қосу амалымен орындалып тұр. Келесі тапсырма өрнек құр және оның мәнін тап. 4 жиынның әрқайсында 5 заттан бар. Оларды бір жиынға біріктір. Жиында енді неше зат болды дейді. 4 жиынның әрқайсында дейді. Жиындар әріппен алатын болсақ, А да 5 зат, Б да 5 зат, С да 5 зат, Д да 5 зат. Мынаны сызып қойдым, кешірім сұраймын, себебі мен 5 жиынға алып жүріппін, байқамай. Енді қараңыздар, осының барлығын жиында неше зат болып біріктіретін болсақ, біз жиыны деп алайық біріктіру. Осының барлығын қосамыз, яғни 5 қосу 5 қосу 5 қосу 5. 1, 2, 3, 4. Осыны қоссақ, бізде 20-ға шығады. Енді көбейту түрінде орындайтын болсақ, біз 5-ті 4 рет көбейтеміз. Себебі 4 рет қосып тұрмыз. 1, 2, 3, 4. Сонда еміз біздің 20-ға тең. Сонда жиында 20 зат болды. Мінеке 7-ші тапсырманы орындалуы осындай.
Келесі 8-ші тапсырма ойлан тап. Бірліктерін қосқанда 10, ал ондықтарын қосқанда әртүрлі бір таңбалы сан шығатындай етіп, екі таңбалы сандардың 3 қосындысын жаз. Олардың мәнін тап. Қосуды азайтумен тексер дейді. Мінеке, осылай жазамыз. Мен 26 қосу 34 дедім. Яғни бұл жерде бірліктерін қосқанда 10-ға тең болу керек. 6 мен 4-ті қосқанда бізде 10 шығып тұр, иә? Бұл дұрыс. Ондықтарын қосқанда әртүрлі бір таңбалы, яғни 10-ға дейінгі сан шығу керек. 2 мен 3-ті қосса қанша? 5. Демек, бұл бізде бірінші дұрыс. 26 қосу 34 тең бізде 60-ға. Келесі бұл бізде бірінші қосынды. Екіншіде мен 2 мен 8-ді алдым. 2 мен 8-дің, яғни бірліктерін қосқанда 10 шығып тұр. Дұрыс. Ондықтарын қосқанда 5 пен 4-ті қосқанда 9 шығып тұр. Бұл да дұрыс. Себебі әртүрлі бір таңбалы сан шығу керек. Сонда 52 қосу 48 деген шықты. 52-ге 48-ді қоссақ бізде 100-ге тең. Келесі бірліктерін қосқанда 10-ға болу керек. Тағы үшіншісі мен 5 пен 5-ті алдым. 5 пен 5-ті қоссақ 10-ға тең. Ондықтарын қосқанда әртүрлі бір таңбалы сан шығу керек. Мен 4 пен 2-ні қойдым. 4-ке 2-ні қоссақ бізде 6 шығып тұр. Демек дұрыс. Сонда 45 қосу 25 болады. 45-ке 25 қоссақ 70 шығады. Түсіндіңіздер ғой, сонда бірліктерін қосқанда қосындысы 10-ға тең болу керек. Ондықтарын қосқанда 9-ға дейінгі сандар шығу керек. Дәл бұны жазу міндетті емес, өздеріңіз осы ережеге сәйкес қылып, басқа да сандарды жазсаңыздар болады. Енді бізді осыны азайтумен тексер дейді. Яғни 60-дан 34-ті азайтсақ 26 шығады, дұрыс. 100-ден 48 азайтсақ 52, 70-ден 25-ті азайтсақ 45 шығады. Достар, видео ұнаған болса, менің канал тіркеліп кетіңіздер. Видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақты көру үшін мен каналыма тіркеліп, колокольчик белгісін бассаңыздар, келесі сабақ шыққан кезде сіздерге келеді. Көріскенше достар.